Әр ұлттың ұлы тұлғалары болады. Олар қаншама ғасырлар өтсе де сол ұлттың мөрі секілді санаға соғылып, адамзаттың ортақ құндылығына айналады. Ағылшындар үшін Шекспир, француздар үшін Бальзак, орыстар үшін Пушкин болса, қазақтар үшін әрине Абай. Сол Абайдың ұлылығы мен данагөйлігін ашқан Мұхтар Әуезов те өткен ғасырдағы қазақ әдебиетінің алыбы. Мұхтар Омарханұлы Әуезов ұлт әдебиетінің алтын ғасырының бастауында тұр. Ол қазақ өркениетінің жаңа болмысын ашқан жазушы, ғалым, ұстаз, драматург, сыншы, бір сөзбен түйіндеп айтсақ, энциклопедиялық ұшан теңіз білім дариясының кемеңгері, әрі ұлы қайраткері. Ұлы суреткер феодалдық қоғам ыдырап, қазақ қоғамы капитализмді айналып өтіп, социалистік қоғамның орныға бастаған тұсында әдеби өмірге келді. Сондықтан да білімділердің бел ордасынан өз орнын ерте ойып алды. Ерте жарқ етіп көрінді. Бірақ замана сұранысына дендеп кіріп, кеңестік әдебиеттің күрескері де, жаршысы да болып кете алмады. Қытай ойшылы Конфуцийдің өтпелі кезеңде өмір сүрме деген даналығы дөп келді. Мұхтар Әуезов революцияның қызыл қыраны да, дауылпазы да бола алмады. Ол өзінің жан дүниесін баурап алған ұлы мақсаттарды бірте-бірте жүзеге асырды. Бұл жазушылық һәм ғалымдық жол еді. Осы жол Мұхтар Омарханұлын азапты жолға апарды. Осы жол Мұхтар Омарханұлын әлем мойындаған қаламгердің сапына қосты. Осы жол Мұхтар Омарханұлын академиктік дәрежеге, лениндік сыйлыққа алып келді. Осы жол Мұхтар Омарханұлын шын мәніндегі халықтық жазушы деңгейіне көтерді. Ал халық жадына енген адамды уақыт та, заман да, қоғам да тарихтан сызып тастай алмайды. Бірақ осындай халық махаббатына жету үшін мұхаң тар жол тайғақ кешулерден, жабыла қапқан аш бөрі сыншылардан, екі жүзді саясаттың, ауыр идеологияның қанды қақпанынан өтті. Мұхтар Әуезов қандай адам еді? Халық махаббатына қалай жетті? Оның озық ойлы дүниетанымын тану жолдары қандай? Бұл сұрақты қойып отырған себебіміз мынада. Жылдар жылжып өткен сайын жаңа Қазақстанның жас ұрпақтары ұлы классик жазушы туралы көбіне интернеттік ақпаратпен ғана таныс болады да, оның өмір жолының сан соқпақ жолдарынан бейхабар қалады. Сондықтан Абай Мұхтарды әдебиеттің шыңына көтерді. Мұхтар Абайды әлемге танытты. Бұл ақиқат. Абайды тану арқылы Мұхтар Әуезов қазақты, оның тарихын, ұлттық құндылықтарын, салт дәстүрлерін, аңыз әңгімелерін, фольклорларын таныды. Бұл өз кезегінде Мұхтар Омарханұлының өмірлік принциптерін қалыптастырды. Ол қандай принциптер? Өз ұлтының ұлы мұраларын тану арқылы өз халқыңа қызмет етесің. Ұлт мұрасына адал болу арқылы халқының санасын оятасың. Халық ұлағатын насихаттау арқылы жас ұрпақты тәрбиелейсің. Өзің өссең, халқың да өседі. Осылай Абайды тану арқылы Мұхтар Әуезов қазақ әдебиетінің классика дәрежесіне көтерілді. Мұхаңның көзқарасын қалыптастырған тағы бір үлкен саяси мектеп бар. Ол Алаш идеясы. Бұл бала Мұхтардың көзі ашық, көкірегі ояу кезінде тап келді. 20 жасар Мұхтар Әуезов Алашорда үкіметінің мақсат мүддесін өмірлік мақсатым деп түсінді, әрі оның жұмысына белсене араласты. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақ әдебиетінің әлемге танытты. Абай туындысы эпостан эпопеяға дейінгі қазақ әдебиетінің жүріп өткен жолының кемел кезеңін көрсетті. Үлкен әдеби мектеп қалыптасты. Әбдіжәміл Нұрпейісов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Ильяс Есенберлин, Шерхан Мұртаза, Сәкен Жүнісов, Мұхтар Мағауин, Қабдеш Жұмаділов сынды қазақ әдебиетінің алыптары Әуезовтың рухани мектебінен өтті. Осылай Мұхтар Әуезов ғалым, академик, жазушы ретінде жалпы әдебиеттің өркендеуіне үлес қосып қана қоймай, халық ауыз әдебиетінің асыл мұраларын, көшпенділер мәдениетін жинастырып, зерттеп, оны сахналап, ұлтының ұлы тұлғасына айналды. Өз басым өзге елге сапарға шығып, өзге жұрттың табалдырығын аттай қалсам, әрқашан қасиет тұтып, өзіммен бірге қастерлеп ала жүретін екі түрлі ұлттық асылым бар. Бірі Манас, бірі Мұхтар Әуезов деп еді кезінде адамзаттың Айтматовы. Біздің Әуезовтен үйренеріміз көп. Әуезов Абайдан кейінгі қазақ әдебиетінің қалыптасу дәуірінде алғаш рет лирикалық, психологиялық, биік өрелі прозаны жазуды үйретті. Бұл қазақ әдебиетінің бүгінгі абызы Әбдіжәміл Нұрпейісов айтқан сөз. Бірі Әуезовті Манаспен қатар қойса, екіншісі ұстаз деп бағалайды. Әлемді аузына қаратқан Мұхтар Әуезов туралы дүние жүзі қаламгерлері қадап айтқан пікірлерді тағы бір рет жас ұрпақтың жадына жаңғыртсақ, әрине ол артық болмас.